Жасым 38-де тұрмыстағы әйелмін. Осыдан 3 ай бұрын болған оқиға. Біздер жұмыстағы келіншектер болып бір жаққа бірге қыдыруды жиі айтатынбыз. Сол айда 3 қыз болып бірге Грузияға қыдыратын болып шештік. Екеуі де тұрмыстағы әйел, жастары 40-та. Біреу метис орыс тілді қыз, біреуі таза қазақтың келіні. Аттары жасырын болсын, ойламен айым деп атай салайын. Солай май айында Грузияға ұшып барды, қыдырдық аралатып. Ауылға кетуге бір күн қалғанда айым кетті, клубтарына барып көңіл көтеріп виноларын ішіп көрейік деп ұсыныс жасады. Оля бірден келісе кетті, менде қарсылық танытпадым, барсақ барып қайтайық деп бардық. Барып виносын іштік, биледік, көңіл көтердік. Сөйтіп таныс болды, қазақ жігіттерді кездестіріп қалдық. Ақтаудың жігіттер екен. Ал біз Алматыданбыз. Сол қазақ жігіттерімен билеп кейіннен олар өздерінің столдарына қонаққа шақырды. Оларда 3 жігіт еді. Есімдері Макс, Арман, Дастан. Грузиядан көлік таңдап Ақтауға салып жіберумен айналасады екен. Екеуі бойдақ, тек Дастаны үйленген екен. Олар бізден жастары кіші, 29-30 шамаларында. Столдарында отырып бірге іштік, биледік. Виномен басталған ішімдік пивамен жалғасып кетіп жатыр. Мен өзімнің масайғанымды сездім. Жанымдағы құрбыларыма қарасам, оларда масайған қисалаңдап жүр екен. Кейіннен олар өздерінің жалдап жатқан пәтерлеріне шақырды, дальше сол жақта жалғастырайық деп. Мастықтың белгісінен ба білмедік, бойдақ келіншектер секілді келісе кеттік. Күйеулерімізді ұмыттық сол түні. Сөйтіп бізді 3 бөлмелі пәтерге әкелді. Кухняға отырып жалғастырдық, шуды әңгіме айтып тарқылдап күліп. Уақытты жақсы өткізіп жатыр. Сөйтіп айым, мен шаршадым, ұйықтаймын деп спальныйға кетіп қалды. Ұзақ отырмай артынан Арманда ілесіп кетті. Айымның клубта айым мен Арманның әңгімесі қатты жарасып еді, бірге билеп. Сөйтіп кухняда отырғанымызда спальныйдан айымның ыңқылдаған дауысы шыға бастады. Шыпылық деген дененің денеге тиіп жатқан дауысы шығып жатыр. Біздер 5 секундқа үндемей қалдықта, Оля екеуміз бірімізге қарадықта мәдеп күлдік. Бірақта айымның рахаттан алып жатқан ыңқылдаған дауысын естіп менде қоза бастадым. Алмаған 3 жігіттің ішінде Дастан ұнап қалды. Себебі өте сыпайы, джентльмен болып жүрді. Біздер көбіне батыстың жігіттері дөрекі деп естиміз ғой, бірақта бұлар дөрекі болғанымен өте джентльмен екен, соны байқадым. Сөйтіп айымның ух деген даусына менің астым ылғалданып жатыр. Бір кезде Дастан маған көзімен кеттік деп ымдады. Мен бірден түсіндім жатын бөлмеге шақырып тұрғанын. Бірақ өтірік түсінбегендей, мимикамды түсінбедім, қайда дегендей кейіп таныттым. Ол жүрші шайтан ғой деп жайлап өзімен бірге тұрғызып алып кетті. Сөйтіп коридор үстімен өтіп бара жатып айымның бөлмесінің есігі азғандай ашық тұр екен. Сығалап қарап өттім едім, айымды итше тұрғызып қойып Арман ұрғылап жатыр екен. Оны көргенге менің астым одан сайын ылғалданып қатты қозып кеттім. Сөйтіп Дастан мені түпкі бөлмеге апарды. Мені өтірік аңқауланып, мені неге шақырдың деп сұрадым. Ол болса үндемеді да бірден ернімен жабысып кетті. Мен тоқтаттым да, қой олай болмайды, менің күйеуім бар деп бірден берілмейін дедім. Бірақ өзім қатты қалап бара жатырым. Бір шетінен ішін қорқыныш сезімі де бар, себебі мен күйеуіме бұрын опасыздық жасап көрмедім. Ол қорықпа, күйеуіңде құрбыларыңда білмейді, ешкімге айтпаймыз деп мені көндіргісі келіп, тағы ернімен жабысып бірден астыма қолын салып астымды ұстайды. Содан ол астымның ылғалын сезіп, сенде бұны қалап тұр екенсің ғой деп жымиды да күштеп ерніме жабысып жайлап шешіндіре бастады. Содан кейін менде қарсылық танытпадым. Диванның үстіне құлай кеттік те ішім киімді шешті. Ол жайлап менің алмаларымды сорғылып денемді сүйгілеп жатыр. Ішімнен тездетіп бастаса екен, тездетіп тықса екен деп жатырым. Тууға асығар емес. Бір кезде ішімнен сүйіп жайлап астыма түсте, астымды сүйе бастады. Рахаттан денем босап, 2 аяғым аспанға тік көтерілді. Ал ол болса тілімен астымды жалап, тілін астыма тыққылап жатыр. Бұрын мұндай деген нәрсені істеп көрмегем. Өмірдің рахаты осы екен ғой деп басым айналып жатыр. Үйленгені көрініп тұр, жасағаннан опыты баршылық екен, шамасы әйеліне жасап үйренген аудим. Менің күйеуім маған жасап көрмеген. Сондай рахат нәрсе екен. Күн тимесімді мороженое жалағандай жалап жатыр, ал мен оның шашын умаждап жатырым. Бұл рахаттан кейін оның маған тездетіп кіргенін қалап жатырым. Шыдай алмай шашын тартып өзіме қартып тездетіп тықшы деп сыбырладым.
Ол қазір деп мүшиқап киейін деп жатқанда, мен киме қорықпа, менде спираль бар, 2 қабат болмайым деп кигізбедім. Мен сені толықтай өзімде сезінгім келет дедім. Ол жаймен өзінің аппаратымен күнтимесіме тығып жіберді. Тыққан кездегі рахатты сөзбен жеткізу қиын. Вена әсерінен бе әлде әсерінен ба білмедім. Кайфы ерекше болды, себебі мен бұрын ішімдік ішіп және жалатып жатып көрмеппін. Әлде күйеуім емес бөтен адам болғасын болуда мүмкін, себебі мен күйеуімнен басқа адаммен жатып көрмегем. Ол баяу қозғалып шығарып салғап жатыр. Ал мен болса балқып ләззаттың рахатына кіріп жатырмын. Мен қаттырақ істеш деп құлағына сыбырлап жатырмын. Ол болса асықпашы, мен сені қаттырақта, жайрақта ұрамын деп. Сенімен ұзақ болғым келіп жатыр дейді де, маған тоңқайшы деп мені тоңқайтып қойып ісін жалғастырады. Оның сайманы кіріп шыққан сайын мен ләззатқа қатты бөленіп жатырмын. Оның сайманы дәл менің күйеуімдікіндей екен. Ұзын да емес, қысқа да емес. Каждый кіріп шыққан сантиметрін сезіп жатырмын. Бір мезетте ол қатты ұрғылап қарқынын көбейтіп 2 минут жобасында ішіме бітіріп тастады да құлады диванға. Мен уже болдым ба деп тоймай қалдым да екіншісін сұрадым. Ол кішкене уақыт керек деді. Мен кішкене күтуге шыдайтын емеспін дедім де, сальфеткамен сайманын сүртім де ауызға ала бастадым сайманын тұрғызу үшін. Сорғылап жатсам да сайманы тұрмай жатыр. Мастықтан бұл кішкене демалып алайын тұрады ғой деді. Онда мен жуынып келем деп жалаңаш астымды жуға ваннаға кеттім. Коридордан өтіп бара жатып айымның бөлмесіне қарадым, әлі есіктері ашық екен. Оларда шаруаларын бітіріп болып күліп әңгіме айтып жатыр екен құшақтасып. Ал ванна сол кухня қасында екен. Ванна кірейін деп кухня есік жайлап ашып қарасам, Оля Макстың үстінде секіріп жатыр. Есікті жайлап жаптым да ванна кіріп кетіп астымды жуып жатырсам, Арман кіріп келді. Ваннаға, сен барсың ба, ваннада деп тұрып қалды да, фигураң әдемі екен дейді. Мен жаңағы тоймай қалғаным бар болғасын оған күліп, фигураң ұнаса кел. Ұрсай дедім. Ол кел онда тоңқай деп мені өзіне қарай тартты да сайманын 1-2 қалап жіберіп тұрғызып тығып жіберді. Арманның сайманы Дастандікінен жуанырақ екен. Ол тыққан кезде тырсиып астым созылғандай болды. Ол Дастандай емес, бірден қаттырақ ұрғылып, жылдамдықпен ұрғылап шылпылдатып жатыр. Ал мен болсам ыңырсып ләззаттың неше түріне жетіп жатырмын. Тек тоқтамаш деп жатырмын. Ал болса артың неткен әдемі. Мынандай жамбасты бірінші рет ұрғылауым деп ұрғылып жатыр. Емшектерімді мыжғылап жатыр. Оның алмаларымды мыжғылап жатқаны қатты ұнап жатыр. Кеттік деп мені көтеріп алып тағы да бос тұрған ортадағы бөлмеге апарды да диван үстіне лақтырып өзі менің үстіме мінді де шапты. Мен астында тек тоқтамаш деп жатырмын. Ол шаршап қалдым, сен мінші үстіме деп үстіне шығарып жіберді. Мен оның үстіне міндім де барлық өнерімді салып секірдім. Бізде де опыт бар ғой, күйеуіме үстіне секіріп қалған бәлемін ғой. Арманға ұнау үшін барлық опытымды салып секіріп жатсам. Дастан кіріп келді есікті ашып. Бізді көріп оның да желаниясы ашылып сайманы қақ тұрады. Мен де қосылайыншы деп алдыма келіп аузыма сайманын салып жіберді. Арманның үстіне секіріп тұрып Дастанның сайманын сорғыладым. Өзгеше бір сезім екен. Соның өзі бір ләзза екен. Бір уақытта Дастан кел 2 тесіктен көрейік деп артыма тыққысы келді. Мен жоқ, қорқам деп қарсылық таныттым. Ол қорықпа, зор болады деп мені көндіріп жатыр. Сөйтіп Арманның үстінде отырғанымда Дастан түкіріп сайманын ылғалдады, жайлап артқы тесігінен тығып жатыр. Құрттай ұшы кіргенде ауыртып жатыр дедім. Шынымен аштады екен. Ол сосын жаймен түкіріп деп бір саусағын тықты, норм ауыртпай кірді. Кірген кезде жайлап ұнай бастады. Сосын жайлап екінші саусағын тықты. 2 саусағын әрлі-берлі қозғап артымның тесігін үйретіп жатыр. Саусағын шығарды да сайманын жайлап тықты. Мен не болды, толық кірді ма дедім. Ол иә деп жайлап әрлі-берлі қозғала бастады. Ол қозғалған кезде өзгеше бір сезім болды. Астымда Арманның сайманы, артымда Дастан сайманы, екеуі жақтан қозғалып ұрып жатыр, мен айқайлап шылқып жатырмын. Екеуі де бір-бірімен қалысар емес жылдамдықтарын артырып жатыр. Дастан бұл түнді өмірімде ұмытпайтын шығармын. Артың тар екен деп ұрғылап жатыр. 2 құйрық майымды қысып алып,
Арттан Сайман кірсе алдыда тар болады екен деп арманда мәз болып ұрғылап жатыр. Өмірінде опасыздық жасап көрмеген әйел екі еркектің ортасында ләззаттың шыңына жетіп жатыр. Өмірде барлық нәрсе болады екен ғой деп балқып дірілдеп жатырмын. Астымда арман алмамды сорғылап жатыр. Үстімде дастан желкемді сүйгілеп ұрып жатқанда дірілдеп діріп алып сиіп жібердім. Арман Сайманын суырды да қолымен астымды қозғап бітіріп алғаныма көмектестіре қайтадан тығып жіберді де тағы да ұрғылап жатыр. Көп ұзамай екінші рет бітіріп алдым да болдым деп құладым. Маған тиіспеңші, мен болдым деп. Солай жатырғанымда ұйықтап кетіппін. Содан көп ұзамай оянып кеттім. Бір қырымен жатыр екенмін, біреу құшақтап алып ұрып жатыр екен. Қарасам Макс екен. Жайма деп итеріп жіберіп атып тұрдым. Ол не болды Жансая саған дейді. Бұл менің өтірік есімім, негізі атым басқа. Мен айттым басың жасайма деп. Ол болса өзің рұқсатыңды бердің ғой дейді. Оказывается, мен ұйықтап жатқанда ол келіп Жансая, ояусың ба? Екеумізде көрмедік па деп сұрапты. Ал мен мастықтан ба әлде ұйқылау ояума білмейін, иә деппін. Сосын айттым, қойшы Макс, жатуға желание жоқ деп айттым да кухняға кіріп кеттім пиво ішу үшін. Кухняда Оля мен Айым отыр екен, күліп мені әңгіме қылып. Кухня кірсем Оля күліп ақты маған деп күледі. Не болды десем, Айым айтат, барлық еркекпен болып шықтың ғой, қайсысы ұнады дейді күліп. Сосын қойш, барлығы да бірдей Сайман ғой дедім. Сөйтіп таңға дейін іштік. Таңға жақын бәріміз де ұйықтап қалдық. Мен Дастанның қасында жатып ұйықтадым. Ертесіне ұйқыдан тұрғанда уже саумын, мастықтар қаған. Жігіттердің беттеріне қарауға дәтім жоқ. Ұялдым жаман. Сөйтіп олар, бүгін сендерді біз қыдыртамыз, келсеңдер игерде еді. Уайымдамаң, расход бәрін өзіміз көтереміз, кешегі түннің рахметі ғой деді. Сосын қасымдағы қыздар келісті. Мен де iya дедім. Жалғасы бар. Ұнаса көментке жазың. Жалғасын жазам.